Қалай 1 минутта сіздің табысыңызды арттыратын әдемі сенімді дауысты қалыптастыруға болады? Статистика бойынша низкий тонмен сөйлейтін адамдар высокий тонмен сөйлейтін адамдарға қарағанда көбірек ақша табады екен. Сондықтан келесі жаттығулар сіздің қаржылай тәуелсіздігіңізге алғашқы қадам болады. Бірінші жаттығу филин деп аталады. Қолды кеудеге қоямыз, ормандағы филиннің дауысын шығарамыз. Екінші жаттығу сиыр деп аталады. Қолды кеудеге қоямыз, жаттығу барысында вибрация сезілу керек. Дауыс шығарамыз. Үшінші жаттығу тигр деп аталады. Ырылдаймыз. Осы жаттығулардан кейін дауысыңыз более низкий, объемный бола бастады деп ойлаймын. Әдемі сенімді дауысқа алғашқы қадам